Бүгін жұмыртқадан кимбап дайындаймыз. Ол үшін 5 жұмыртқаға көк пияз, паприка, тұз және кішкене қара бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Қызып тұрған табамызды майлап, оған жұмыртқамызды құямыз. Шетінен осылай орап, яғни рулет жасаймыз. Рулет арасы тығыз осылай домаланып шығу керек. Теңіз жапырағына рулетімізді салып, жақсылап тығыздап ораймыз. Тағы бір теңіз жапырағын алып, үстіне күріш салып, майдалап шығамыз. Оның үстіне соус жағамыз. Кез келген соус болады, қаймақ жақсаңыз да болады. Екінші рулетімізді қойып, тағы да тығыздап ораймыз. Осымен кимбап сушиміз дайын. Сіздермен болған Марияш, ас болсын.